Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода балықты дәмдетіп маринаттайтын боламыз. Әрине, қуырмайсыздар, маринаттап әсел пешке салып аламыз. Өте оңай жолмен бөлісетін болам. Сондай дәмді, ортасы жақсы сочный болып піскен. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Сондай дәмді болады. Неке қараңыздаршы, сулы, майлы, сондай сочный болып тұр. Ең бірінші достар, табағымызға біздің майонезімізді салып аламыз. Кез келген майонез түрін қолдана аласыздар. Әрине, сіздер балықтың көлеміне қарай пайдаланыңыздар. Көз мөлшерімен, мына жерде паприкамен, менде қара бұрыш тұр. Соны салып аламыз, және де осындай біздің сеткадан чеснокты өткізетін боламыз. Неке осындай майда қылып, немесе қолмен турайтын боласыздар. Неке екеуі өткіздім мен. Екеуі жеткілікті деп ойлаймын. Қатты чеснокты көп қоспаңыздар, өйткені иісі жаман болып шығады. Сұйық майды қосамыз үстіне, жақсылап араластырамыз. Неке бізге аз ғана заттар қажет, достар. Егер де сіздерде паприка болмаған жағдайда, томат болмаса кетчуп қосып жіберсеңіздер де болады. Енді ақырындап біздің осы балықтарымызды салатын боламыз. Балық міндетті түрде тұздалған болуы қажет. Тұздалмаған болса, кішкене алдын ала тұздап қоясыздар. Тұз ортасына сіңіп тұру қажет. Неке көз мөлшермен барлығын салып аламыз. Біздің осы маринатымызға жететіндей, маринатымыз көп болып кетпесін, немесе аз болып қалмасын. Және де екінші түрі де бар менде достар. Екінші түрін осындай жұмыртқа, және де панировочный сухарий, және де ұн қажет болады. Ең бірінші біздің тұздалған балығымызды ұнға аунатып, екі жағын жақсылап, одан кейін барып біздің араластырып қойған жұмыртқамызға аунатып, яғни біздің жұмыртқамызды кішкене венчикпен, болмаса вилканың көмегімен араластырып алыңыздар. Содан кейін панировочный сухарийге осылай аунатып, біздің әсел пешіміздің жаңағы төртбұрышты табағына салатын боламыз. Неке барлығын осылай жасап шығамыз, достар. Сол кезде біздің осы маринаттаған балықтарымыз және де осындай екінші түрінде бөлісіп жатырмын ғой. Бұл да өте керемет, қытырлақ, дәмді болып шығатын болады. Бұл түрінде жасап көрсеңіздер болады, достар. Бұл да өте оңай, әрі сондай дәмді болып шығады. Жасалу жолы неке өте оңай. Панировочный сухарийдің кез келген қолдана аласыздар. Неке менде 6 ауысын осылай панировочный сухарий болды. Қалғанын осындай маринаттағанға салдым. Екеуі де сондай сочный, дәмді болып шығады. Енді біз әсел пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің өте дәмді маринаттаған балықтарымыз дайын болды. Сондай керемет, дәмді болып шықты. Табағымызға осылай салып аламыз. Ортасын бөліп көрсеңіздер, ортасы керемет болып піскен. Дәмі де сондай, иісі де керемет болып шыққан достар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай. Сіздер бір-біртіндеп қуырып тұрғанша осылай маринаттап, әсел пешке салып пісіріп алсаңыздар болады. Сіздермен болған Майра Сауытбек қызы.